Ассалаумалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазақша каналдың дамуына үлес қосып жатқан барша оқырмандарға алғысым шексіз, және де жаңадан тіркеліп жатқан оқырмандарға қош келдіңіздер деймін. Аллах тағала барлықтарыңыздың отбасыларыңызға береке, ынтымақ, қуаныш және мол табыс алып келе берсін. Аллах тағала ризықтарыңызды сондай адалынан етсін және берекелі етсін. Отбасыларыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Бүгінгі тақырып ерекше, өте және де көп айтыла бермейтін тақырып. Барлығымыз білеміз, 5 уақыт намаз, біздің парыз намазымыз 5 уақыт намаздың бар екенін білеміз, және де оны орындап жүрміз. Ал біз нәпіл намаздар туралы көбінесе ұмытып кетеміз. Қандай да бір өмірімізде жақсылық келуін тілесек, қандай да бір мәселелердің шешімін қаласақ, Алладан қандай да бір мұқтаждығымыз болса, осы нәпіл намаздарымыз арқылы ол мәселелерді шеше алады екенбіз. Соның бірі қажет намазы. Қажет намазы ол қандай намаз, ол қай уақытта оқылады, оның пайдасы қандай, сол жайында тереңірек қозғайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп лайк басып, видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Қажет намазы дегеніміз не? Қажет намазы өзінің де аты айтып тұрғандай бір нәрсені қажет етіп тұрғанда, бір нәрсеге мұқтаж болып тұрғанда намаз оқып, Алладан алақан жайып сұрауды айтамыз. Мұның үкімі мұстақап. Қажет намазын оқу имам Тирмизидің хадистер жинағында келтірілген. Мұна бір риуаятқа сүйенеді. Әлдекімнің Алладан немесе адамдардан сұрайтын қандай да бір қажеттілігі болып жатса, жақсылап дәрет алсын, содан кейін 2 рәкағат намаз оқысын делінеді хадисте. Қажет намазы жалпы қандай мақсатта оқылады десе, хадисте Алладан немесе адамдардан сұрайтын қандай да бір қажеттілігі болып жатса делінген. Осыған қарағанда қажет намазы қалап жүрген халал нәрселеріне қол жеткізу мақсатында оқылады. Мысалы, қайғы мұңнан арылу, емтиханды ойдағыдай тапсыру, оқуға түсіп кету, үйлену, тұрмыс құру немесе ауру сұрқаудан айығып кету, сауда саттығы болса, ол сауда саттығынан береке сұрау деген сияқты мұқтаж болып жүрген дүниелеріне намаз оқып Алладан тілеуіне болады. Нәпсіні тізгіндеуді, күнәлі істерге бармауды, тақуалығын арттыруды да тілесе артық етпейді. Қажет намазы жалпы қанша рәкағат оқылады? Қажет намазы 2 рәкағат немесе 4 рәкағат яки 12 рәкағат етіп оқуға болады. Бірақ ғалымдардың көпшілігінің тоқтамы бойынша қажет намазы 2 рәкағат. Бұдан жоғарыдағы хадис дәлел. Дегенмен кейбір айтылған риуаяттарға сүйене отырып, оның 4 рәкағат екендігі немесе 12 рәкағат екендігі де айтылған. Қажет намазы қай уақытта оқылғаны дұрыс? Кей ғалымдарымыз құпта намазынан кейін оқылғанын жөн санайды. Алайда бұл міндетті түрде сол уақытта оқылсын деген сөз емес. Нәпіл намаздары оқуға рұқсат етілген кез келген уақытта оқыла береді. Қажет намазы қалай орындалады? Ардақты пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын үйретуі бойынша, қажет намазын оқитын кісі алдымен толыққанды дәрет алады. Одан кейін қажет намазын оқымаққа ниет етіп, 2 немесе 4 рәкағат әдеттегідей намаз оқиды. 2 жағына сәлем беріп намазын аяқтағаннан соң, Әлхамдулиллахи роббил аламин деп Аллаға мақтау айтады. Пайғамбарымызға Алланың оған салауаты мен сәлем болсын салауат айтады. Салауаттан кейін қажет намазының дұғасын оқиды. Қажет дұғасынан кейін Алладан сұрағысы келген кез келген тілегін сұрайды. Аллаға жасаған дұғасының қабыл болатынына іштей сенуі шарт, қабыл болмайтын шығар деген күмән болмауы тиіс. Өйткені ардақты Алла елшісі дұға еткеннен кейін дұғаның қабыл болатынына іштей сенуді үйретіп, дұғам қабыл болмай жатыр деп асығудан тыйған. Аллах тағала баршамыздың тілеген дұғаларымызды және қажеттіліктерімізді сондай көркем түрде, ең қайырлы түрде аз уақытта өтеп берсін деп сұраймыз.